общем, достар, Вьетнамға келген себебім шетелде қызыма осыны жасайын деп оймен келген едім. Қараңыздар, осылай дайындадым. Осының бәрін пляжда. Она всегда хотела, мечтала, чтобы приложение именно было за границей, на море. И вот приготовили такой небольшой сюрприз. Теперь у нас романтичное мини-свидание в одном классном ресторане. Қараңыздар. Ассалаумалейкум, қайырлы таң, қалайсыздар? Короче, мы с сыном едем в соседнее село на дискотеку. Айча, концерт қойынып тұрады. Қазір бір жерге завтрак ішіп, Көктөбеге шықсақ па деген ой болып тұр, таза болғаш. Қалай былай? Дың ба? Нан айтамын да, кеше ғана өзіміз бала едік. Енді бала қарап жүр. Өз балаңды да еще прикинь. Бала кезде қашан өсем, қашан тезірек өсем деп. Не қылатын қыздарға барайын өтейін деп ше. Нафиг асықтым деймін. Балалық шағын сағынасың негізі. Уақыт ешкімді аямайды. Уже 30-ға келдік. И наше время прошло дейді ғой. Возраст это не цифры деген. Әңгіме өтірге. Это цифры. Возраст... Қалай? Возраст это просто цифры, лишь цифры, ма? О, соның өзі біраз нәрсені шешеді бәйге. Өйткені новое поколение, жастар өсіп жатыр. Біздің уақытымыз кетіп жатыр. Бір пиздец 30-ға келіп дымға үлгермей қалдық қой, қаңғырып, қуып, ар-бері жүреміз деп, не жағдай жасап үлгере алмайды. Бәр уақыт мынандай болды негізі, жеңге екеуміз азанда жұмыртқа мен қалбаса жеп алған болатынбыз. Сосын 15-20 минуттан кейін мына қыз, короче, көзін ашады да. Мына қыз, жаным, завтрак ішейікші дейді ғой, кафеға барып кәдімгі. Біз не істейміз? Біз тамақ ішіп алғанбыз. Нам обидно просто, когда мы разбудили, да, вот встань, давай жұмыртқа колбаса жейік деп. Не хочу, да, 15 минуттардан кейін завтрак ішейік дейді ғой. Не, біз жеп алған едеміз. Ладно, ел өтірік айтпай қойдым, мен жарты сағат. Сонымен келдік, мен солянканы, кафеге келген кезде солянканы сорпасын ғана ішемін. Анда ішіндегі заттарын жемайын, почему-то. Сорпасыны лимонмен четкий, да, короче. Бұл кісілер, короче, бесторжан заказ берді. Сол отырық. Жеңгешка. Бұл кісі келмесе, біз екеуміз зомби болып кетеді. Көзіміз іші қызарып, ұйықтамай. Бесторжан. Мен мынау сразу айтайын, анда реклама бірдеңе дегенде емес. Мармарис пен Наваттың всегда бесторжан салыстырып жүрем. Бесторжан қатты жақсы көретін едім. Қазір енді сәл қоя бастадық. Глованың күпіші негізі. Ана Глова деген... Қалай еді? Глова. Лова. Баяғы атқанда еді? Локо. Локо мейді? Локо деген баратын құлды естеріңіз болса, Лова ма? Ол жақтың бесторжан четкий болады. Анаған жететін бесторжан жоқ еді. Потом как-то повар ауысып кетіп, бытшын шарып тастады. И алдында бір рет тоже Мармаристің бесторжан ужас болды. Одан кейін Наватка сондай ужас болды. Потом қайттан поварлар ауысып, четкий шығып жатыр енді. Менікі мынау? Ұнайды маған? Бұған чебрецаның жондырғы атты. Үсті бас кіргіріп тұқты. Өз-өзіне қарамай қалған ғой. Ева! Короче, осылай ғой.
А чё тормозят, бля? Айдың мына жақта кетіп барадыр.